Ай, сорлы қазақ ай. Ай, енді білмеймін, аспаннан киіз жауса ол тараққа жарымайтын сорлы қазақсыңдар ғой. Күйіп қотасың, күйіп. Сәбетпен дос болған елдің оңғанын көрген жоқпыз. Сәбетпен дос, орыспен дос солтүстік Корей, дүние жүзіндегі ең сорлы кедей. Америкамен дос оңтүстік Корей, дүние жүзіндегі ең үлкен бай. Сәбеттің досы солтүстік Корей, міне үшінші ұрпақ немересі диктатор болып басқарып отыр. Ал Америкамен дос оңтүстік Корейде президенттер бірінен кейін бірі сотталады, не қамалады, не өледі. Демократия сайлау. Бұлығы білініп қойғанда ұсталады, тұтқындалады, сотталады. Тіпті әйел президент билікке келіп, өзінің курстасының қызының университетке оқуға түсуіне бір қоңырау шалып көмектескені білініп қалған сәтте түрмеге кетті. Қаншама президенті түрмеде отыр. Неге? Демократия. Демократия. Қылдан тайдың, кетесің. Ал оңтүстік Кореяде азиаттық менталитет бойынша бұларда туысшылдық, жікшілдік, жершілдік, топшылдық дейтін ауру бар. Ал осы топшылдық командаға президент келгенде өзінің айналасын ала келетін ауру бар. Сөйтетте былыққа батып, жақынына семсері өтпей қалады. Міне содан сотталды. Бірақ батыстық демократия оңтүстік Кореяде тұр. Сол батыстық демократиялық қатынастарды жолға қойғандықтан, батыстық нарықтық дұрыс қатынасты жолға қойғандықтан, монополияны емес, батыстық экономикалық, финанстық, қаржылық дұрыс қатынастар жолға қойғандықтан, оңтүстік Кореяде Samsung шығады. Бүкіл дүние жүзінің телефоны, бүкіл дүние жүзінің телевизоры, тұрмыстық техникасы Samsung. Сондықтан олардан LG шығады. Сондықтан олардан Hyundai шығады. Сондықтан олардан Daewoo шығады. Сондықтан олардан бүкіл дүние жүзіне әйгілі электрон техника шығады. Ең қысқасы оның жазушысы жазған кітап дүние жүзінде ең керемет кітап болып сатылады, бестселлер болады. Оның режиссері түсірген, оның эдиторы түсірген фильмдер дүниедегі ең атақты фильм болады. Ал біздің қазақтар сол жаңағы тоқал-соқалдың фильмі, жаңа байы кетіп қалған, басқа қатын тауылмаған, анан бір бала, мынан бір бала туған, ана байдың шіріген жаңағы Назарбаев жетілдірген ұрлықпен байған қарақшының қызы бітіп, жігітімен ренжісіп қалса Түркияға барып, ұшып барып, Түркияда мәрмәр теңізінде қайғырып отыратын, сөйтсе қарындас танысуға бола ма деп бір жігіт келетін махаббаттарды жазады. Біздің сериалдар сол. Ана келін жан, бір кемпір үйіне 3 келін ба 4 келін отырғызып алған, қалың келін бірімен бір жаңа орман заңы бойынша алысу бастайды. Жоқшылық. Егер бізде баршылық болса, немене қалың келінді үйге әкеп отырғызып алып, немене отыр сол? Ол келін жас болғаннан кейін, махаббат болғаннан кейін, ол жүрмей ме емін еркін, шашын жайып жүрмей ме, байына еркелемей ме, қаласа күндіз, қаласа түндет, қаласа таңертең күйеуіне еркелеп назданып жатпай ма? Неге ол таң бозынан ана бір кемпірдің қабағына қарау керек? Романтика болмай ма? Байда оны шешесі бар, әкесі бар, немен өмір сүру керек? Жоқшылықтан. Қазақы дәстүр деген бар, бірақ жоқшылықтан. Неге ол екі ұлдың, үш ұлдың жаңағы қатындары бір үйде тұру керек? Неге оның бәрі сол ыдыс-аяқ, қазан-ошақ, сиыр сауып болмау? Неге олар жұмыс істемеу керек? Неге олар қоғамда дұрыстап өмір сүрмеу керек? Жап-жас қыздар бала туып үйде отырып, сол кәдімгі бұзау туатын сиырдың, қозы туатын қойдың функциясын ғана атқару керек? Неге олар оқымау керек ең бастысы? Неге олар шығармашылықпен айналыспау керек? Бұның барлығы біздің әлі сол орманда алғашқы қоғамның аржақ бер жағында бар болған қолымызда Samsung, iPhone бар болғаны мәшинеміз бар. Шын мәнінде әлі жабайы қоғамда жасап жатқанбыз. Америкада бір тал ұлы болса да әке шешесімен тұрмайды. Неге? Ол өзінің жақсы көрген махаббатын құшақта, қаласа түскі сағат 12-ге дейін жатуға тиісті ғой. Жастық кезінде жастықтың қызығын көру керек қой. Неге ол енесі, ей тұр, ей таңғы сағат, ой сұмдық ай мынау сиыр түс болды тұр. Ол неге тұру керек ол? Жастықтың жастығы болу керек, қызығын көру керек.
Міне осының бәрі айналып келгенде жоқшылықтан. Бірақ ауыз сөз Қазақстанды жоқшылыққа әкеп, жаңа жоқшылық, әйел адам бір адам сипаты да қаралмайды, ол кәдімгі ұрпақ көбейді, о үйде отырады, бітті оның, бітті. Ол байға тиіп бала туғаннан бітті, оның өмірі бітті. Байлап қоясың, сол ыдыс-аяқ, қазан ошақ, жаңа ең соңында кемпір болып, ол келін түсіріп, ол ақырып шыққанға дейін бітті, құл болып кетеді. Осының бәрі бізді қазақты жоқшылыққа салғаннан, егер бәрімізде үй болса, бәрімізде қаласақ Алматыдан, қаласақ Нью-Йорктан, Парижден үй сатып алатын жағдай болса, бәрімізде ақша көп болса, туалетіміз бұзылса, Жапонға звондап келіп, туалетімізді Жапон келіп маймаңдап жасап кетсе, лампышкамыз күйіп кетсе, Германияға звондап, неміс келіп жалынып, жалпайып келіп, лампышкамызды ауыстырып отырса, біз осындай сорлы күнге қалар ма едік? Осының бәрі жаңа советтік қарақшылар, түк көрмеген құлғытанның тұқымдары қолына билік тигенде, бүкіл халықтың 1% ұстамайтын сұмырай мың семья, бүкіл халықтың 1% ұстамайтын, бүкіл Қазақстанның байлығының 99% солар жұтып алды.